Сәлеметсіздер оқырмандарым, бүгін сіздермен осындай жұмсақ әрі дәмді болып пісетін капкейкалар жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, миксерлейміз. Үш-төрт минуттай миксерлейміз, осындай аппақ болуы тиіс. Одан кейін сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ заттарымызды араластырамыз, кейін оған жаңғағымызды қосамыз. Осы құрғақ затымызды енді екі бөлікке бөліп, жаңағы массамызға салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Миксерді қолданбаңыздар, себебі көпіршіктеріміз отырып қалуы мүмкін. Барлығын осылай біркелкі болғанша араластырамыз. Кейін оған сәбізімізді қосып, бір араластырып шығамыз. Міне капкейкеге қамырымыз дайын болды. Ыңғайлы болу үшін осындай мешочка құйып алсаңыздар болады. Енді әр формамызға құйып шығамыз. Осы құрамнан менде 6 капкейке шығады. Формаларымызға құйып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 170 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Пештегі конвекция режимін қоспаңыздар, және бетін аша беруіңізге болмайды. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін қант ұнтағын және сливкимізді творожный сырға құямыз. Құйғаннан соң ең алдымен қасықтың көмегімен араластырып алғандарыңыз дұрыс, себебі қант ұнтағы шашылып кетуі мүмкін. Кейін миксерлеуге болады. Міне осылай миксердің көмегімен араластырамыз. Әрине болмаса венчиктің де көмегімен бола береді. Массамыз қоюлануы керек. Капкейкаларымыз әдемі көріну үшін насатканы қолдансаңыздар болады, бірақ ол маңызды емес. Кремімізді осылай мешокқа салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Сонда кремдеріңіз формасын ұстап, капкейкаларыңыз әдемі болады. Міне капкейкаларымыз пісті, одан кейін міндетті түрде суытып алыңыздар. Үстіне крем жағып, осылай әсемдеуге болады. Дәмі керемет болып шығады, үйде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.